Мемлекеттілікті және сәйкесінше бірегейлікті құрудың орыс принципінің ерекшелігі неде? Бізді біріктіретін бірегейлік. Ресей тарихына қараңыз. Біздің бірінші Ресей қандай? Ладога. Ладога ұрыс деген не? Бұл аз ғана. Аз ғана. Астанасы Ладога, жақын жерде Карела бекінісі. Халқының жартысынан көбі карелдер, фин-угор халықтары. Яғни, Ладога русының негізгі халқы болып табылатын славяндарда емес. Өйткені кейде орыс пен славян бір деп айтады. Жоқ, бұл әртүрлі принциптер. Яғни, Ладога русы құрылды. Ладога Русь мемлекеттік құрылыстың белгілі бір принциптерін жасады. Бұл принциптер Новгород русіне, кейін Киев русіне тарады. Кейін біраз уақытқа бәсеңдеп, қайтадан Мәскеу патшалығы түрінде жанданып, ол Ресей империясы мен Кеңес одағының ауқымына дейін, яғни Калининградтан Владивостокқа дейін таралды. Яғни, негізі қаланған осы принциптердің өзі көршілердің принциптерінен Осман империясы, Хромой Тимур империясы, Неміс империялары, Карл ұлының империясы, Польша, Литва және тағы басқалардан жақсырақ болып шықты. Принциптер жақсырақ. Яғни, мемлекеттік құрылыс моделі нәтижесі тұрғысынан тиімдірек болды. Нәтиже аумақ. Тіпті этникалық тегіде маңызды емес, үлгі маңызды болып шықты. Дәл сол фин-угырлар, олар венгрлердің этникалық туыстары. Мұнда тек ондағы венгрлер ғана. Қараңызшы, бұл мемлекеттік құрылыстың принциптеріне байланысты. Бұл мемлекеттік құрылыстың орыс принципі, ол бастапқыда көп ұлтты және көп конфессиялы. Ресей мемлекет әрі өркениет бір тұлғада. Өркениеттер немен ерекшелене? Олар өз құрылу принциптерімен ерекшелене. Бұл қорғаныс және қорғану мемлекеттілігінің принципі. Бұл нені білдіреді? Бұл аумақта Англия немесе Германия не Қытайдан айырмашылығы. Бұл аумақ ортада орналасқан. Сондықтан оған үнемі қысым жасалды. Одан бөліктерді жұлып алғысы келді. Бұл қисынды. Бұл ұлттар арасындағы бәсекелестік қой. Сәйкесінше батыстан, шығыстан, енді солтүстіктен басқа шығар. Үнемі шабуылдар болып тұрды. Адамдарды тұтқынға алып кету, жерді басып алу, әртүрлі басқыншылықтар жасалды. Сәйкесінше, мұнда өмір сүрген халықтар аман қалу үшін ерекше мемлекеттік құрылымның формуласын ойлап тапты. Бұл формула неде? Біз әртүрліміз. Біз әртүрлі тілде сөйлейміз. Біздің сенімімізде әртүрлі, бірақ бізді біріктіретін нәрсе біз бірге өмір сүргіміз келеді. Жай ғана аман қалғымыз келеді. Ал аман қалу үшін біз бірге болуымыз керек. Яғни бұл қажеттілік пе? Бұл аман қалу тұрғысынан қажеттілік. Осы үшін біз айырмашылықтарымызды ысырып қойып, бір тұтас мемлекеттік құрылымға бірігеміз. Ал бұл мемлекеттік құрылым келесі кезеңге аман қалуды қамтамасыз ететін мемлекеттік аппаратты, әскерді, полицияны, мемлекеттік қорғауды және тағы басқаларын құрады. Ал әскерге бір тіл керек. Дұрыс па? Сөйтіп тіл түріндегі екінші деңгейлі бірегейлік пайда болады. Яғни бірінші деңгей қорғаныс, қауіпсіздік деңгейі. Қаласақ та, бәріміз бір бомба панасындамыз. Екінші деңгей біз бір тілде сөйлейтін мемлекеттік аппарат құрдық. Бұл тіл орыс тілі болып шықты. Сондықтан орыс тілі бір ғана тайпаның немесе бір ғана халықтың тілі емес, ол мемлекеттік құрылыс барысында пайда болған тіл. Яғни бұл мемлекеттік құрылыс үшін жасалған аралас тіл. Жалпы айтқанда бұл екінші бірегейлік. Бұл бірегейлік тарихи тұрғыда орыстар ұғымына да таралады. Бұл ұғым 1897 жылғы халық санағында өте жақсы көрсетілген. Кез келген көрермен оны қарап, 1897 жылы өмір сүрген және халық санағына өз қолымен қатысқан адамдардың түсінігіндегі орыстың кім екенін көре алады. Онда 120 миллион адам болған. Орыс дегеніміз туғаннан орысша сөйлейтін адам. Болды. Бұл жалғыз ғана критерий. Ол адам православи дінде болуы мүмкін, бірақ болмауы да мүмкін. Яғни, халық санағы бұл әртүрлі ұғымдар. Вера деген ұғым бар, тіл ұғымы бар. Мысалы, орыс сөзі тілге қатысты сын есім ретінде қолданылады. Одан бөлік, тұрмыстық жағдайлар тағы да басқа көп нәрсе бар. Бұл санақта 16 тармақ болған. Міне, бастапқыда құрылған сәйкестік механизмі осындай болған. Осы механизмге сәйкес бүкіл мемлекеттік құрылыс жасалды. Бұл механизм, атап өтейін, басқалардан өзгеше.
Оның күші мен әлсіздігі неде? Оның күші өте жылдам кеңеюге мүмкіндік беретіні. Бұл аумақ тұрғысынан да, өйткені кез келген аумақ осы мемлекеттік механизмге оңай бейімделеді. Сондай-ақ халық саны тұрғысынан да солай. Яғни сәйкесінше халық саны тез өсе алады. Себебі бұл жерде бірегейлік былайша айтқанда анықталмайды. Мысалы, немістерде бұл мәселе Гитлер кезіндегі рейх заңдары түрінде рәсімделген еді. Бұл заңдар, атап өтейін, сол кезде ойлап табылған жоқ. Олар неміс құрылысындағы бұрынғы тарихи тәжірибені сипаттайтын. Онда былай деп жазылған: неміс дегеніміз ариец, яғни 7 ұрпағында немістер болған адам. Түсінесіз бе? Бұл хан принципі. Ал орыс принципі бұл мәдениет принципі. Мәдениет деп ең алдымен тілді түсінер. Әрине, тек тілі ғана емес. Сонымен қатар, заңдық тұрғыдан алғанда туғаннан бастап тіл. Яғни, егер бала алғаш рет мама деген сөзді орыс тілінде айтса, орыс мемлекеттік құрылымының принциптері бойынша ол орыс деп есептеледі. Кеңес одағы мемлекеттік құрылымының ең гуманистік принципінің, яғни қорғаныс сипатындағы бәсекелестік күрестің мұрагері болды. Яғни Ресей мен Кеңес одағы, әсіресе Ресей империясы, өз саясатын басқа аумақтарды отарлық қанау үшін басып алу мақсатында емес, басқаша құрып отырды. Яғни Ресей империясына жаңа аумақтар қосылған кезде, олар отар ретінде емес, мықты мемлекеттің қауіпсіздігі мен қуатты бәсекелестік күресі үшін кеңейтілген болатын. Мысалы, Грузия мен Армения неге қосылды деген сұрақ туындайды. Иә, себебі Осман империясы мемлекеттік құрылымда басқа принциптерді ұстанды. Ресей империясының принциптері адамдарға өмір сүруге, дамуға, елдің элитасына енуге мүмкіндік берді. Мысалы, Багратион сияқты генерал болуға да жол ашық еді. Яғни, бұл жерде даму бағыты басқаша болды. Армения немесе Грузияның ішкі дамуы емес, бүкіл империяның элитасы болу үшін кеңеюге бағытталды. Айтпақшы, Грузия қосылған кезде Ресей империясындағы дворяндар, яғни князьдер саны 3-тен 1-ге артты. Әзіл бар ғой, оларда әр 3-ші адам князь дейді. Дегенмен оларды мойындады. Ал князь мәртебесі ол бүкіл ресейлік, грузиндік емес. Бірақ бұл құрылымдаудың принципі, бұл арнайы механизм еді.